сол орнынан қозғалмай тұрып қалдым, оқтап бізге қаратай жақындады, бір 5-6 метр ма. Сол көздеп тұрды, сол кезде мен айттым, таста мылтығын, сөйлесейік деп едім, жоқ мен атам деп боқтады. Сол атсаң ат деп айғайладым. Сол кезде атып жіберді, отырып қалдым, сол құлақ тұстан оқ өткен сезін, жел тұрды да құлағым чыңылдап кетті сол жерде. Соны біздің арамыздан бір бала жүгірді, ол мылтығына қаратай, ол екінші рет оқтап атқан кезде. Үшінші рет оқтап атқан кезде жүгірді. Сол кезде ол мылтығын қаруын тартып алмақшы болды да, ол бірақ қаруын берген жоқ, баланы чалып құлатып жіберді. И өзі артқа қаратай бүйтіп Чота Руставели көшесімен жоғары қаратай кетті. Мылтығын бізге қаратып жоғары қаратай. Алдындағы балалар жүгіріп баратты. Соны артынан бардым, мен көшені жағалап, қараңғы жақпен барып, көрінбей, ат жібермесін деп тығылып бардым да. Сол кезде барған кезде қасындағы Шерзат Полат құлады жерге қаратай. Ол неден құлағанын мен білмейді екен, мен шалынып құлаған шығар дедім. Сол кезде ол отырды, отырып скорый деп бақырған кезде барып тептім и ұрдым. Сол кезде арқамнан біреу тартты, қарасам танымайтын Әскентай Дархан екен. Соны танымағандықтан оны 2 рет ұрып жібердім сол кезде. Әскентай Дарханды. Сонымен қарасам, мен Нұрғанат Қайыпбаевты қашып кетті десем, бейне жазбадан көрдім, сөйтсем оны сүйреп нетіп кеткен, алып кеткен екен. Соны бардым. Барған кезде екі бетімен жатты, сымы жартылай шешіліп жатыр екен, құймышағы жағы ашық жатыр екен. Соны төс қалтамдағы пышақты алдым да, пышақтың ұшымен 1-2 сантиметр ұстап, жамбасына 3 рет соғып алдым сол кезде. Содан бәрі кеттік деген соң барып автокөлікке отырдық. Автокөлікке барған сәтте бәрі уже отырып алған. Соңғы мен қалып қалған сияқтымын. Алдында Тоқтабаев Азамат отыр екен. Қасына отырған кезде мылтықты көрдім сол жерде мәшиде жатқан. Сосын Азамат екеуміз алдына қыстырылысып отырдық. Сонымен 3-7 дүкеніне ғана бардық. Барған кезде қыздарым дүкенге кіріп кетті. Сол кезде мен пышағымды алдым да сүртіп, қол іздері қалмау мақсатында дизимен данаға жақсы келді, данаға айтып маған құйып берші, осы дизи сүртіп жіберейін деп. Сол кезде данаға дизи құйды, мен сүрттім.